Қоғам бұл оқиғаның неліктен орын алғанын білмей дал. Арада арандатушы күштер болуы мүмкін. Жұрт пікірі осындай. Ұлық мерекеміз тәуелсіздік күнінде Жаңаөзен қаласында жаппай тәртіпсіздіктің орын алуы елдігімізге де сын. Егемендігіміздің мерейлі 20 жылдығында жергілікті халықтың тыныштығын бұзып, бейбіт тұрғындар мен тәртіп сақшыларының өміріне қауіп төндірген қылмыстық топты анықтап оларды қатаң жазалау керек дейді қоғам қайраткерлері. Қарағанды облысының шахтерлары мен металлургтары Жаңаөзендегі жағдайға байланысты үндеу жариялады. Ешқандай қан төгіссіз, жанжалсыз, сенімді даму жолына түскен мықты және тұрақты Қазақстан бұл біздің таңдауымыз дейді ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы жұмысшыларының үндеуінде. Бұл тәртіпсіздіктер күллі Қазақстан ел тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өтіп жатқанда болды. Барлық отандастарымыз үшін қасиетті күннің шырқын бұзуға әрекет жасағандардың табылуы өкінішті. Бұл оқиғаны еңбекшілердің күресі деп көрсеткісі келіп, қылмыстық әрекетті ақтауға тырысқан кейбір қоғамдық және саяси ұйымдардың мәлімдемесімен жекелеген бұқаралық ақпарат құралдары таратқан жарияланымдарға біздер алаңдаушылық білдіреміз делінген үндеуде. Мұнайшылар Қазақстандағы бейбітшілікті бұзғысы келетіндердің құралы болып отыр дейді қарағандылық жұмысшылар. Елдің пікірін тілшіміз Ынтымақ Сағынбек білген еді. Біз металлургтер бұндай оқиға болмасын деп ойлаймыз. Жаңа оқиға жасағандар основном жастар. Бізде де жастар көп металлургияда. Бірлігіміз болу керек. Бірліксіз тірлік болмайды дейді. Қазір ойланып, сабырлы болып, осы жағдайын бәрін көріп жатырмыз ғой. Енді мына ондай оқиға болмай қойсын деп ойлаймын енді. Жаңаөзенде болған оқиға бізді металлургтерді өте қатты алаңдатып отыр. Ол бізді ғана емес, ол бүкіл қазақстандықтарды. Біз еліміздің тыныштығын, аман есен болуын тілейміз. Бұл жағдай барлық қазақстандықтарды алаңдатуда. Қоғам қайраткерлері, отанын сүйген азамат тәуелсіздіктің 20 жылдығында мұндай өрескелдікке жол бермесе еді. Бұл сыртқы қылмыстық топтардың әрекеті деп есептейді. Ызақордың іштар дейді, өз қарабастың қамы үшін елді араңдатуға жасап жүрген тіршіліктерін біз жол бермеуіміз керек. Себебі бүгін күні біз байқағанымыз, бұл барлық жасалып жатқан шаралар, бұл бірінші кезекте сол жердегі жұмыс істеп жатқан мұнайшылардың қамы емес, бұл бір топтың ұйымдастырып жатқан, мынау елдегі бүгін татулыққа, елдегі ауызбіршілікке қарсы жасалып жатқан нәрсе. Кім болса о болсын, жұмысшы болсын, сырттан келген адам болсын, іштегі адам болсын, бәрібір. Бірақ шынымен де тыныш жүрген халыққа тас алып, таяқ алып, анау коктейль молотов дейді, бензин құйылған бутылкамен мысалы үшін киіз үйлерді өртеу, сол сияқты тыныштықты жалпы елдегі осындай мейрамның алдында жағдайдың мысалы үшін барып ушықтыру, менің ойымша қай тұрғыдан қарағанда да, адами заң тұрғысынан қарағанда, мемлекеттің заң тұрғысынан қарағанда да ол қиянат. Еш уақытта қырғын, төбелес, соғыс мемлекеттің ішкі жағдайында жақсылыққа апарған емес. Оны тарихтың тәжірибесі, саяси тәжірибе үнемі дәлелдеп келе жатыр. Сондықтан біздің азаматтар басқа Қазақстанға қарсы күштердің құрбандығына айланбауы керек. Государство. Елбасы барлық азаматтарды біздің 20 жыл бойы жүріп келе жатқан ең басты құндылығымыз тыныштық, бейбітшілік пен тұрақты дамуға шақырады. Міне дәл осындай қысылтаяң шақта қазақстандықтар елбасының ұлт лидерінің жанында топтасу қажет екенін түсінді. Уақытша 5 қаңтарға дейін мемлекет басшысының тапсырмасымен қалада төтенше жағдайлар жарияланды. Бұл дұрыс қадам, халықаралық құқықтық норма. Өйткені қолдарына қару алып, әлі де бейбіт қауымға, құқық қорғаушыларға қиянат етушілер қатаң жазасын алады. Ал ел тұрғындары осындай ұлы мерекеде қанды көтеріліс жасау барып тұрған опасыздық деп есептейді. Сондай-ақ тек қолдарына қару алып, заңсыз алаңға шыққан қылмыстық топты жазалаумен шектелмей, оның артында кімдердің тұрғанын анықтау керек дейді. Арандатушы топтың мақсаты ел ішін еріткі салып, халықты билікке қарсы қою. Барлық жарастыра, жоқтық таластырады дейді. Мына жарасудың өзі мына кейінгі жылдары өте жоғары дәрежеде болып тұр. Осындай жағдайда мынау жаңағы Жаңаөзенде болған жағдайы елеңсіз жағдайда бұғамыз, оны жастар түсінуі керек. Қандай себептен шықса да біз қазақ өркениетке ұмтыла отырып, көркем ниетімізді жоғалтпауымыз керек, көркем ниетімізден жаңылмауымыз керек. Ғасырлар бойы сол төзімділік, толеранттылық дейміз ғой, соның бәрі бізге тән нәрсе. Сондықтан
ынтымақты сақтауымыз керек. Менің түсінетінім қазіргі таңда біз егеменді ел болып тұрғымыз келсе, бізге тек қана тұрақтылық керек. Біз бейбіт өмір сүруіміз керек. Сол үшін не болу керек? Біз Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған ел құл болмайды деген сөз бар. Елімізге тыныштық, береке керек. Сол тыныштық сақтайтын да, қорғайтын да өзіміздің Қазақстанның халқы. Береке бірлік болсын ағайын. Сол біздің тілегіміз, керектіліктердің атынан, бүкіл қазақстандардың атынан деп айтамыз. Ел іргесін есер ағым бұзады дегендей, ол жердегі бұзақылық, былайша айтқанда, халықтың тұрақсыздығын, саяси тұрақсыздығын, халықтың ортасында ауызбіршілікті нығайтудың орнына оның кесірін тигізіп жатқан бұл ағымдардың, былайша айтқанда, жастарды қолжаулық ретінде пайдаланып жатқан артқа белсенді күштердің бұл пайымдауы менің ойымша Қазақстан халқы тарапынан ешқандай қолдау таппайды. Болашақта біздің жастарымыз да бұндай бұзақылыққа ешқандай өздерінің үндерін қоспайды деп ойлаймын. Бұл келеңсіз болып жатқан оқиғада кімнің ағы, қарасы мемлекет тарапынан әлі де анықталады. Ал сондай жетекші сөздердің ортасына кеткен, дұрыс емес пиғылға кеткен ер азаматтарға тоқтау салғым келеді. Ойлану керек. Ұрпақтан ұрпаққа көзіміздің қарашығындай алып баратын тәуелсіздікке қандай біз қиянат жасап отырмыз. Бұның сыртында менімше, мен енді шетелде білмеймін, ішкі өзіміздің бір осыларға қолдығына су бүркетін, осыларға бір қолдау көрсетіп, жаңағы наразылықтарын өкпен азын өршітіп, өшіктіріп, айдап салып отырған бір топтар болу керек. Осылайша ел азаматтар орын алған оқиға елімізге, халқымызға ең бастысы тәуелсіздігімізге жасалған қастандық деп есептейді. Мемлекетімізде адам құқығының сақталуы барынша заңдастырылған. Егер белгілі бір наразылықтар болса, оны жүзеге асырудағы заңды бір тетіктері мен механизмі болады, яғни бейбіт тұрғыда. Ал бұл жағдай болмағанда оны арандату деп есептеген жөн. Мына негізі, бізді түртіп отқан шеттенбе деп өзіміз есептейміз. Дегенмен қазақ халқы қашанда болса да сабырлы халық болған, қашанда болса да ақылды халық болған, қашанда болса да қазақ халқы бірін-біріне қол көтеріп осындай жамандық жасамаған. Соны біз қашанда болса да есімізде сақтап отыруымыз керек, қашанда болса да шыдамды болуымыз керек, татулығымызды нығайтуымыз керек. Ол осы жерде өзінің ел екенін, ал енді сыртқы шарттарға берілмеу керек екенін, осы жерде оның түпкілікті өзінің тарихи отан екенін ұғынып сезінуі керек. Сондықтан ол өмірін барынша бейбіт жолменен шешуге тырысуы керек. Барынша өзінің өмірін жақсарту үшін бейбіт шарттарды барынша соны өзіне басшылыққа алу керек, және оны қолдана білу керек, сауатты түрде қолданып, сол бойынша өзінің дегеніне жету керек. Ал мемлекет іргесін қалауда сан салада тер төккен зиялы қауым, ғалымдар мен мәдениет қайраткерлері және жазушылар оқиғаның мән-жайын тиісті шешімдер арқылы анықтау қажет дейді. Тұғыры биік тәуелсіздігіміз баянды болсын десек, қоғамда іргесі мықты бірлікке шақырады. Мереке күні бұндай үлкен ойланбай істелген шаруаға оңай барып қалғандарға мен қатты қынжылып отырмын. Бұл еш қалай ойласам да ақылға сыймайтын жағдай. Мен әлі де болса, мынау біздің бауырларымыз, әсіресе жастар, осы өзінің айтқан ақылдардың бәріне жан-жақты тыңдап, елдің көсегесін көгертем десе, елмен бірге жасампаздық еңбек жаса, жұмыс жаса, көсегесін көгерт, сөйтіп еліңді, халқыңды қуандыр, халыққа жанашу деген сол болады. Мен халқымды ұстамдыққа шақырамын. Барлығыңызда абай жүріңіздер, ақылды болыңыздар. Бүкіл халық мерекелеп жатқан кезінде өзінің тәуелсіздігін шыққаны ол ұят болды. Әрине бұл жерде көре алмаушы кейбір шетелдегі саяси күштер де осыған араластырма деп мен ойлаймын. Өйткені дәл сол күні, сол мезетте осындай істеу қандай қажеттілігі барады. Қазақ халқы бұрыннан өзі сабырлы, байыппен қимылдайтын халық, сондықтан мына жаңа жөндегі жағдайға байланысты менің айтарым, азғырушыларға ермеу керек, сабырлық сақтау керек, сөйтіп барлық мәселені бейбіт жолмен шешу керек. Біз қазағымыз бірлікпен күштіміз, өзі аз халықпыз.
Ол бірлігімізді біз күнделікті көзіміздің қара несіне сақтап отыруға тиістіміз. Ал енді сонымен қатар біз осы 20 жылдыққа өзіміздің тәуелсіз Қазақстанның халқымыздың бірлігін әлемге паш етеміз деп отырдық. Паш етіп те жатырмыз. Ал енді соның ішінде мынандай бір адам көңіліне сыймайтын нәрсе болғаны бізге көңілімізде дұрыс шықпай отыр. Біздің ақбоз сәйгүлігіміз әлемнің көзіне түсе бастаған кезде іргемізді өзіміз шайқамауымыз керек. Бізге ынтымақ керек, бізге береке керек, бізге қазақтың қабағына қазақ қарап тұрып, сүйсінетін құрмет керек, бауырлық керек, туыстық керек. Ол үшін ең парасатты дүние ұлттық биікке көтеріліп, ұлттық тұрғыдан сабырға жүгінетіндей ақылға ерік беруіміз керек деп ойлаймын. Жастарға сырттан келген біреулердің үгіт насихаты өтеді ғой деп ойлаймын. Әйтпесе бұндай ойран, бұндай бүлік, қан төгіске бару, кішкентай шағын ғана қалада қазақтар жинап бірін-бір өлтіру деген бұл не масқара? Ешқандай қазақтың тарихында мұндай болып көрген жоқ. Жаңаөзенде қиналған азаматтар шыққанда болуы мүмкін. Бірақ соған қарамастан қан төгіске бармау керек еді. Қан төгіс деген сөз ол ел үшін жақсы зат емес. Елдің бірлігі, елдің бірге істескен тірлігі ғана елімізді алға алып барады. Біздің маңғыстаулықтар, жаңаөзендіктер түсінетін шығар. Қандай қан төгіс біз осындай заманда. Үкімет, зиялы қауым, осы Қазақстан танитын азаматтар барлығы сол Жаңаөзенге барып, өзінің үлесін қосып, ауызбіршілікке шақырғанды мен соны қалаймын. Ешқандай қан төгіс бізге керек емес. Ауызбіршілікке шақырайық. Маңғыстау қашаннан да сонда бір қасиетті мекен, әулиелер, 362 әулиенің мәңгілікке орын тепкен жері түбегі, қасиетті ел. Бұл жерде қашаннан да бір сондай ырыс, бірлікке, әсіресе ақыл парасатқа бейім болған жұрт. Ал енді тәуелсіздігіміздің тұсында бұндай жағдай болып отырған әрине бәрімізге бір қиын тиіп отыр. Кез келген мысалы зардап шеккен жанұяларға көмек те көрсетіліп жатыр. Сол жерде бұзылған, бүлінген дүниелердің бәрін орнына келтіруге де мемлекет мүмкіншілік беріп жатыр. Екі жақты комиссия құрылып жатыр. Шын мәнінде осы мәселелерді талқылайық. Оны шешейік деген үлкен бір талап бар, үлкен бір сондай қалай десем болады, үлкен бір сондай соған деген ұмтылыс бар. Сондықтан осының барлығын менің ойымша мейлінше толық пайдалану керек. Қазіргі кезде тек қана сабырға, сабырлыққа, ақыл парасатқа жүгіну керек секілді. Ынтымақ Сағынбек, Гүлмайра Қуатбайқызы, 7 күн.